ішінде балалар біздің полиция департаментімізге қош келдіңіздер. Сіздерге арнап жаңа жылды құттықтайық деп өздеріміздің кішкене бір сыйлықтарымыз бар, көрсетейік деп. Балалар, шығамыз. Bir-birimizni жоғалтып алдық. Ал әлі сыныптарға барған көптеген балалар бар. Қорқаңыздар, Зайыстан Талға күні түскен тұрмысқа жедел басқару орталығына барайық. Сол жерде жеке құрамға айтып, бедел бақылау камераларын жүріңіздер. Қараңыздар, қай жерде Аяз ата? Жеке құрам назарына, бағыттама, Талғыран қаласы бойынша Аяз ата жоғалды. Киген киімі басында қызыл шапка, үстінде қызыл плащы бар, сақалы ақ ұзын, қолында ұзын ақ таяғы бар. Кім қабылдады? Жеке құрам. Разағы байланысқа шығамыз. Орталықта тұрған Аяз ата сол ма? Ақшақар, сіздің Аяз атаңыз ба? Жоқ, бұл емес. Ақшақар, осы ма сіздің Аяз атаңыз? Осы біздің Аяз атамыз. Бүркіт 165 мекен жайыңыз. Гагарина көшесі. Қабылданды. Аяз ата келіп тұр. Аяз ата біз жоғалтып. Жоғалтқансыз ғой Аяз ата. Мына Жетісу өңірінің әсем қаласынан қызығып, Ақшақарым жоғалтып, адасып кеттім. Сонда полиция қызметкеріне рахмет айтам. Мені тауып алып кеп, осы балаларға оралғаннан. Жаңа жыл құтты болсын. Кәне балалар, мен сіздерге дайындап қойған кішкене сыйлығым бар еді. Сол ішке қырып берейік. Кәнекей балалар, кім маған қақпақ айтады? Алихан. Салихан. Аяз ата. Аяз атаға не айтамыз бәріміз? Рахмет. Аяз атаға үлкен рахмет. Бұл Аяз атаны іздеп камерадан әрең тапып қойды деген. Полиция қызметкерлеріне не айтамыз? Балалар, полиция қызметкерлері сіздерге Аяз атаны тауып берді ғой, не айтамыз? Сендерге үлкен рахмет.